Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге пельменнің тестісін және начинкасын жасап көрсетемін. Бірінші мен ыдысыма ұн салып аламын, ұнның үстіне жұмыртқа саламын. Және соны жайлап қолмен араластырамын. Және су құйып, осылай жайлап араластыра береміз. Араластырып тұрып су құю керек. Суымыз жылы болуы қажет. Және суды көп құю жүрмеңіздер. Мына жерде менің суым көп болып кетті. Сосын мен үстіне шамалы ұн қостым. Осылай біріктіріп, бізде осындай тесті шығу қажет болады. Енді ысқан тестімізді мына жерге ұн сеуіп шамалы үстін жауып қоямыз. Жауып 10 немесе 15 минутқа қоямыз. Біз ысқан нанымызды мен уже илеп алдым. Сіздер де илеңіздер, және илегенде жұқа болмау қажет. Қалыңдау алып илеңіздер. Менікі шамалы жұқа болып кеткен, бірақ тымда алмайды. Видеода көріп жатқандарыңыздай домалақ стакан немесе кесемен форма жасап, осылай бөліп шығамыз. Начинкасына мен фарш, картоп, жуаны ұсақтап турап қостым. Және тұзбен қара бұрышты қосуды ұмытпаңыздар. Видеода міне көріп жатқандарыңыздай мен орап жатырмын. Пельменді өздеріңіз білесіздер, енді қалай оралатынын. Шамалдан салып, осылай орап шығамыз. Міне пельменді түйіп болдым. Пісіргенде қап қойған пельмендерді сіздер замороженно қылып, яғни қатырып, келесі күні түскі асқа немесе кешкі асқа жасауларыңызға әбден болады. Міне осымен аяқталды. Сау болыңыздар.